Бесінші сынып бірінші нұсқа БЖБ жұмысы. Бірінші есепте бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру керек. Яғни 13/5 пен 39/2. Бөлімдеріне қараймыз. Ортақ бөлімі дегесін бөлімдеріне қараймыз. Яғни бөлшектің астындағы сандарға қарайсыздар. Бұл жерде үлкен санға қараймыз. 39, иә. 39 13-ке бөлінеді. Значит, ортақ бөлімі 39 болады деген сөз. Толықтауыш көбейткіштерін табамыз. Мына жерде, яғни 39-ды 13-ке бөлсек болады. 39-39-ға бөлсек 1. Енді ортақ бөлімге келтіріп жазатын болсақ, бұны 39-дан 15 болады. Алма 39-дан 2 болып қала береді. Ортақ бөлімге келтірдік. Келесі Б нұсқасы. 6-дан 2 және 11-ден 5. Бұлардың ортақ бөлгіштері жоқ. Екеуі де бірдей сандарға бөлінбейді. Яғни екеуінің, ондай жағдай болатын болса, онда екеуінің көбейтіндісі болады. 66 болады деген сөз. Яғни 66 болу үшін біз 6-ны 11-ге көбейтеміз, ал 11-ді біз 6-ға көбейту керекпіз. Сонда толықтауыш көбейткішін алымына да бөліміне де көбейтіп жазамыз. 11-ді 6-ға көбейтсек 66 болады, 11-ді 2-ге көбейтсек 22 болады. Ал мында 6-ны толықтауыш көбейткішін көбейтетін болсақ, бөлімінде алымында, яғни бөлімі 66, алымы 30 болады. Ортақ бөлімге келтірдік. Ортақ бөлімі дегеніміз, яғни бөлімдері астындағы сандары бірдей болу керек. В нұсқасында 8-ден 3 және 6-дан 7. Бұның ең кіші ортақ еселігін табатын болсақ, жіктейтін болсақ, 8-ді 2-ге бөлінеді, 4, 4-ді 2-ге бөлеміз, 2, 2-ні 2-ге бөлеміз, 1. 1 болғанға шейін жіктейміз. 6-ны да солай 2-ге бөлеміз, 3, 3-ді 3-ге бөлеміз, 1. Мына екілер ортақ, екіні қалай таптыңдар сендер бұрын? Дәл солай табамыз. Мына ортақ екіні біз бірлет жазамыз. Қалған, қайталанбай тұрған, яғни қоршалмай тұрған сандарды да біз жазып шығуымыз керек. Сонда бізде ол 24 болады. 24 8-ге де 6-ға да бөлінетін ең кіші сан. Ортақ бөлім деген сол. Яғни бөлімдеріндегі сандардың екеуіне де еселік болу керек, және ең кішісі болу керек. 24 болу үшін біз 8-ді 3-ке көбейтеміз, ал 24 болу үшін 6-ны біз 4-ке көбейтеміз. Енді біз ортақ бөлімге келтіріп жазып жатырық. 3-ті, яғни толықтауыш көбейткішін 8-ге де 3-ке де көбейтеміз. Бірінші бөлшекке 24-тен 9 болып өзгереді, ал екінші бөлшегіміз 4-ті 6-ға көбейтсек 24, 4-ті 7-ге көбейтсек 28. Осылай ортақ бөлімдерге келтірдік. Келесі екінші есепте кему ретімен жазыңыз дейді. Кему реті дегеніміз, яғни үлкеннен бастап кішісіне дейін жазу керекпіз. Біз оны бірден осылай мынау үлкені, мынау кішісі деп ажырата алмаймыз. Бірақ мына жерден байқалып тұр, енді 2 бүтіні бар болғасын, мынау үлкені болады. Бірақ сонда да ең бірінші ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Бөлімдеріне қараймыз. 9, 5, 3. Қайтадан 9, 5, 3, иә. Осы 9, 5, 3-ке біз ортақ бөлімін табу керекпіз. Яғни ол ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ол бізде 45 болады, иә. Егер түсініксіз болса, қалай тапқан? Жіктейік ал. 9 3-ке бөлінеді, 3 3-ке бөлінеді, 1. 5 тек 5-ке бөлінеді. Болды, басқа санға бөлінбейді. 3 те солай. Мына 9 3-ке бөлінетін болғандықтан, мына 3-ті қарастырмай-ақ қойсақ та болады негізі. Бірақ қараңыздар, мына 3 қайталанып тұр. Сол 3-ті біз бірлет жазамыз. 3, сосын мына басқа 3 бар, сосын мына жердегі 5 бар. Бұл бізде 45 деп шығып тұр. Ортақ бөлімі бізде 45 болады. Енді мына жерге толықтауыш көбейткіштерін жазып шығатын болсақ, мына жерде 5 болады, мына жерде 9 болады, ал мында 15 болады, мында 9, мында 5, мында 15 деп жазып шығамыз. Енді осы толықтауыш көбейткіштерін көбейтіп шығайық. 9-дан 5-ті 5-ке көбейтсек, ол 45-тен 25. Келесі екінші бөлшегіміз ол 45-тен 9. Келесі 45-тен 30. Одан кейінгісі 45-тен 27. Одан кейінгісі 1 бүтін 45-тен 5. Одан кейінгісі 2 бүтін 45-тен 15. Ең үлкені бізде мына бүтіндері барлары. Ең біріншісі үлкені 2 бүтін кему ретімен дегендіктен үлкеннен бастап жазамыз. 2 бүтін 45-тен 15, одан кейінгісі 1 бүтін 45-тен 5. Әрі қарай енді мына бүтіндерсіз тұрған бастапқы 4 бөлшекті қараймыз. Олардың бөлімдері бірдей, барлығында да 45 тұр.
Енді үстіндегі сандарын салыстырамыз, яғни 25, 9, 30, 27 деген алымдарын салыстырамыз. Сонда бізде үлкені бұл жерде 45-тен 30 болып тұр. Одан кейін 45-тен 27 болып тұр. Одан кейін 45-тен 25 және 45-тен 9. Негізі жауапты осы күйінде қалдыруға болады, бірақ бастапқы бөлшектеріміз бар ғой, сол бөлшектермен жазып шықсақ та болады. Ал енді бастапқы түрде берілгендері бойынша жазатын болсақ, онда 2,3-тен 1 бірінші болады, одан кейін 1,9-тан 1 болады, одан кейінгі 45-тен 30 деп тұрғанымыз ол 3-тен 2, я. 45-тен 27 деп тұрғанымыз ол 5-тен 3. Одан кейін 45-тен 25 деп тұрғанымыз ол 9-тан 5. Ең соңғы 45-тен 9 деп тұрғанымыз ол 5-тен 1 екен. Сонда кему реті дегеніміз бастапқы бөлшекпен жазылғанда осылай жазылады. Үшінші есеп амалдарды орындау керек. Бізде бұл жерде уже бөлімдері бірдей болып тұр. Сондықтан бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда сол бөлімін қалдырамыз 17 деп, және мына алымдарын 8 пен 3-ті қосып жібереміз. 11 болады. Сонда 17-тен 11 деген шығады екен. Екіншісі бар, 26-дан 13-тен азайтамыз, 26-дан 5-ті. Бұнда 26 қалады, 13-тен 5-ті азайтсақ 8 болады. Әрі қарай А нұсқасы, енді бұл нұсқасын талдайық. 25-тен 12 қосылған 15-тен 14. Бұл жерде ортақ бөлімге келтіреміз міндетті түрде. 25 пен 15-ті жүктеуге болады. Егер ортақ бөлімін табу қиын болса, біз жүктейік. 15-ті де дәл солай жүктейміз. Кіші санға бөліп бастаймыз. Қараңыздар, мына жерде 5 саны қайталанып тұр. Ең кіші ортақ еселікті табуды білесіздер ғой, сол ғой. Ортақ бөлім деген сол. Қайталанып тұрған жаңағы 5-ті бір рет жазамыз, сосын қайталанбаған сандарды да бір рет жазып шығамыз мына жердегі. 25 3-ке көбейтсек, ол 75. Ортақ бөлімі сонда 75 болып тұр. 75 болу үшін 25-ті біз 3-ке көбейтуіміз керек, ал 75 болу үшін 15-ті біз 5-ке көбейтуіміз керек. Ортақ бөлімі 75 деп тауып тұрық, я? Жаңа ең кіші ортақ еселігі ол. Енді мына 3-ті көбейтіп жазамыз. 25-ке және 12-ке 75-тен 36 қосылған 75-тен 70. Енді бөлімдері бірдей болды ғой, 75 қала береді. 36-ға 70-ті қоссақ 106. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті біз аралас сан түрінде жазатын болсақ, яғни 106-ны 75-ке бөлсек 1 болады, бірақ қалдық қалып қояды, я? 31 деген қалдық қалып қояды, оны алымына қалдырамыз. 1 бүтін, сонда 75-тен 31 деген аралас сан шығады екен. Бұның екіншісі 16-дан 14-тен азайтамыз, 20-дан 15-ті. Енді бұл жерде де ортақ бөлімге келтіру қиын болып тұрса, онда біз жүктейміз. Балалар көбісі ортақ бөлімге келтіруден қиналады, сондықтан мен ашып жазып көрсетемін. Себебі сіздерде бір жобада дәл бұндай сандар емес, басқа сандар болуы мүмкін. Сондықтан сіздерге дайындық мақсатында бұл. 16-ны 2-ке бөлеміз, 8 кіші сандарға бөлеміз, ең кіші жай сандарға бөлеміз, 2, 3 деген сияқты. Яғни соңында 1 болғанға шейін жүктей береміз. 16 осылай жүктеледі екен, енді 20-ны да жұпсан болғасын ең кіші жай сан 2-ге бөлінеді. 10 болады. 10-ды тағы 2-ке бөлеміз. 5-5-ке бөлінеді, басқа санға бөлінбейді. Сондықтан осылай тұтатамыз. Енді мына жерде 2 рет 2-лер қайталанып тұр. 2 ойысын тапқанда, осы қайталанатын 2-лерді 1 рет қана жаздық. Енді басқа мына 2-ні, сосын мына 5-ті тағы жазамыз көбейтіп. Сонда 80 шығады. Ортақ бөлімі 80. 80-ді 16-ға бөлсек 5, 80-ді 20-ға бөлсек 4. Енді ортақ бөлімі 80 дедік. Яғни мына 5-ті 16-ға көбейтеміз және 5-ті 14-ке көбейтеміз. Ол бізде 80-нен 70 шығады. Азайтылған 80-нен 4-ті 15-ке көбейтеміз. 60. Сонда бізде шықты 80-нен ортақ бөлімі солай қала береді, ал 70-тен 60-ты азайтсақ 10. Екеуі де мына жерде қысқарады, екеуі де 10-ға бөлінеді. 10-ды 10-ға бөлсек 1,
80-ді 10-ға бөлсек 8. Сонда 8-ден 1 деген жай бөлшек шығады екен. В нұсқасын қарайық. Бұл жерде аралас сандар беріліп тұр. 13 пен 4-тің ортақ бөлгіштері жоқ. Екеуі, яғни бірдей ортақ бөлгіштері жоқ деген. Екеуі бірдей сандарға бөлінбейді. 13 те 4 те 13 ол өзара жай сан. 4 2-ге бөлінгенмен, бірақ 13 бөлінбегендіктен осы екеуінің көбейтіндісі болады ортақ бөлімі. 13 пен 4-тің көбейтіндісі ол 52. Тоқтауыш көбейткіштерін жазып кетейік. 52 болу үшін біз 13-ті 4-ке көбейтуіміз керек. Ал 52 болу үшін ортақ бөлімі біз 4-ті 13-ке көбейтуіміз керек. Осылай қалдырамыз, жазамыз деген. Ары қарай енді осы тоқтауыш көбейткіштерін көбейтіп жазайық. Мына тоқтауыш көбейткіш деп тұрамыз, мынау 4 пен 13 деген. Оларды көбейткенде ол бүтінге көбейтілмейді, бүтін 2 бүтін солай қалады. 13-ті 4-ке көбейтсек 52, 4-ке көбейтсек 12. Қосылған, тағы да енді 13-ті көбейтеміз. Ол бүтінге әсер етпейді, 3 бүтін болып қала береді. 52-ден 13-ті 1-ге көбейтсек 13. Енді аралас сандардың қасиеті бойынша, аралас сандарды қосу қасиеті бойынша бүтіндері бүтінге қосылады, 2 мен 3 қосылады, және бөлшектері бөлек қосылады. Енді бұл жерде кейбір оқушылар бірден есептеп жіберуге болады, бірден біліп тұрсаңыздар, яғни 5 бүтін деп, бірақ мен түсінікті болсын деп ашып жазып жатырмын. Бұл жерде 5 болады, одан кейін бөлшегін екінші ақшаны қарайтын болсақ, ортақ бөлімге келіп тұр 52 деп, 12 мен 13-ті қосып жіберсек, ол 25 болады. Қараймыз, бұл жерде 25 пен 52 қысқармайды, ортақ бөлгіштері жоқ. Сондықтан 5 пен 52-ден 25-ті қоссақ, ол аралас сан түрінде 5 бүтін 52-ден 25 деп жазылады. Ары қарай екіншісі В нұсқасын 4 бүтін 7-ден 1 азайтылған 1 бүтін 21-ден 1. Қараңыздар, мына үлкен сан бөліміне қараймыз, 21. 21-дің 7 бөлгіші болады. 21 7-ге, яғни бөліне алады. Сондықтан ортақ бөлімі осы 21 болып қалады. Тоқтауыш көбейткіші мұнда 3 болады, ал мұнда сол санның өзі болғасын 1 болып қала береді. Енді мынаны ортақ бөлімге келтіріп жазамыз, яғни тоқтауыш көбейткішіне 3-ке көбейтеміз. 7-ні 3-ке көбейтсек 21, ал мұнда 1-ді 3-ке көбейтеміз 3. Азайтылған 1 бүтін 21-ден 1. Енді мұн жерде бүтіннен бүтін азайтылады. 4-тен 1-ді азайтамыз 3 болады. Ортақ бөлімі 21 сол күйінде қалады. Мына 3-тен алымынан 1-ді азайтып жіберсек 2 болады. 3 бүтін 21-ден 2 шығады. Бейтіп астарының мына үстін сызып қажет емес. Мен түсінікті болсын деп сызғаным бұл. 4-ші есеп. Ыдыстағы сүттің 4-тен 3-і құмыраға құйылды. Құмыраға 4-тен 3. Банкаға 5-тен 1-і. Кесеге 20-дан 1-і құйылды да, ыдыста алғашқы сүттің қандай бөлігі қалды? Жалпы сүт қалды ма дейді. Қалғаны қанша дейді. Қалғаны қанша? Мүлдем қалмай ода мүмкін, немесе қалса ол қанша қалды. Так, шешуі. Біз жалпы бір нәрсені қарастырғанда, ыдыстағы сүт болсын, жалпы не болса да, ол нәрсені біз бір зат деп қарастырамыз, бір затты кәдімгі бір санымен бейнелейміз. Шешуінде осы бөлшектерді қосамыз, Егер бұларды есептегенде бір саны шығатын болса, онда ыдыстағы сүттің барлық бөлігі құйылып алды деген сөз. Жалпы сүттің өзін бір деп қарастырамыз. Кез келген бір затты, оны біз бір саны ретінде қарастырамыз. Енді бұл жерде ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі 20-ның өзі болады. Үлкен саны себебі 24-ке де 5-ке де бөлінеді. Тоқтауыш көбейткіштерін табатын болсақ, мұнда 5 болады, себебі 4-ті 5-ке көбейткенде 20 шығады, ал мұнда 4 болады, ал бұл жерде 1 болады. Енді осыларды тоқтауыш көбейткіштерін көбейтіп жазатын болсақ, яғни 5-ті бірінші бөлшекке көбейткенде ол 20-дан 15 болады, қосылған 20-дан 4 болады, қосылған 20-дан 1. Бізде шығады сонда 20-дан 15-ке 4-ті және 1-ді қоссақ 20-дан 20 шығып тұр. Ол дегеніміз 1-ді береді екен. Яғни ыдыстағы сүттің ешқандай бөлігі қалмаған, бір сүттің өзін бір саны деп қараймыз дедік қой. Ал бізде мына бөлшектердің өзінен бір шығып тұр. Яғни 1-ден 1-ді азайтамыз 0, барлығы құйылып алды деген сөз. Сонда жауабы ыдыста сүт қалмаған.